Сәлем достар! Бүгін біз сіздермен бірге тіл үйретін қатпарлы самса пісіреміз. Рецепт сіздерге ұнайды деген сенімдемін, бізбен бірге болыңыздар. Ал енді самсаның қамырын жасауға кірісейік. Ол үшін біз 200 мл жылы сүт, 200 мл жылы су, 1 шай қасық тұз бен қант, 1 жұмыртқа және 5 грамм ашытқыны салып араластырамыз. Ашытқы еріген соң, ұн салып, қамыр илейміз. Мен бұл қамырға тірі ашытқыны қолдандым, бірақ сіз оның орнына 1 шай қасық құрғақ ашытқыны қолдансаңыз болады. Қамыр илегенде тым қатты емес, немесе жұмсақ емес, орташа қамыр илеу керек. Енді қамырдың бетін жауып, 10-15 минутқа қойып қоямыз. Ал енді самсаның арасына салатын салмамызды дайындайық. Менде 1 кг сиыр еті, 300 грамм қойдың майы және 800 грамм пияз. Қойдың майын өз қалауыңыз бойынша қоспасаңыз да болады. Дегенмен, егер қойдың майын қоспасаңыз, самса құрғақ болып қалады. Самсаның салмасына картоп немесе асқабақ қосуға да болады. Бұл өз фантазияңызға байланысты. Ал енді салманың ішіне 1,5 шай қасық кориандр, 1 шай қасық зіре, жарты шай қасық қара бұрыш және 1,5 шай қасық тұз салып араластырамыз. Салмамыз да дайын болды. Енді қамырды 4 бөлікке бөліп жаямыз. Қамырды қаншалықты жұқа етіп жайсаңыз, самсаңыз соншалықты қатпарлы болады. Бірінші қамырды жайып болған соң, оны шетке қоя тұрамыз да екінші қамырды жаямыз. Екінші жайылып болған қамырдың бетіне 250 грамм сары майды ертіп, жағып шығамыз. Содан соң жаңағы бірінші жайылған қамырды оның үстіне қойып, оған да сары май жағамыз. Және де қамырымызды тығыздап орап шығамыз. Менде 2 орама қамыр шықты. Мен оның біреуінен тауық етімен қолдан жасалған сырдан самса жасайтын боламын. Оны келесі видеомнан көре аласыздар. Ал енді орама қамырымызды бірдей бөліктерге кесіп, жан жағын ұнға малып аламыз. Бөлінген қамырларымызды дөңгелек етіп жайып, салмасын салып, үшбұрышты етіп түйіп шығамыз.
Ал енді түйілген самсаның бетіне жұмыртқаны жағып шығамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша мак немесе күнжітпен безендіруге болады. 180 градус қызып тұрған духовкада самсамызды дайын болғанша пісіріп аламыз. Міне, бізде тіл үйіретін қатпарлы күсірлек самсаларымыз дайын болды. Сіздерге рецепт ұнаған болса, осы видеоға лайк басып, каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.